Қаншадан айтысымен төлеп береді? Микрофонды bağlasana. Жеке адамға Hazır ben çarptım bana. Niye de bir şeyim var, iki balasının gel. Bak iki balasını okutalım. Kalk gidelim, kalkmasa cinala versin. Ya kele versin. Ya kele versin. Doktoruma aytыңыздар. Bu kişilere kemiği geldi. 29'una değil. Çok. Ya kız negizgi былай ғой. Алдымызға 6-да 8 мың километрлік сапарды жолға қойып келе жатқан адамдарымыз. Қоғам белсендісі ретінде әсіресе көші-қон саясаты жөніндегі бұрын-соңды келген қандастардың мәселесі бойынша жолға шыққанбыз. Жердегі қауымның қандастарымен кездесу мақсатында. Бірінші неміз аялдамамыз Жетісу облысы Талдықорған қаласының маңындағы Өтемнай ауылында болды. Енді ол жерде халық жақсы келді, қандастар жақсы қабылдау болды, керемет жүздесулер болды. Осындай актив зал, мәжіліс залын ұсынып отырды олар біз Алматыдан келгенше. Рахмет мынау Жетісу облысының бүткіл мына құзырлы орындарынан өте алғысым шексіз деді. Кеше мен неге бардым? Текеліде де осындай аманат кәсіпкерлер палатасы қарсы алып, олар да бізге керемет орнын дайындап отырыпты. Міне бүгін мына керемет орынды бізге дайындап отыр екенсіздер. Рахмет сіздерге. Сол енді қандастар осындай кезде мына неге қайта толмаса да осының жартысы келсе болатын еді. Ұқса болатын еді. Міне біздің келу мақсатымызды, ол кісілермен жүздесу мақсатымызды өз аузымыздан ұғып, қандай нелері бар бізге айтса болатын еді. Біз сол қандастармен жоғарғы құзырлы министрлердің арасында көпір болып болайық деп шыққан қоғам белсенділеріміз. Сіздердің үндеріңіздің көптігі біз үшін өте маңызды жоғарыға жету үшін. Сондықтан көптеп жиналсаңыздар болатын еді. Тағы хабарлассаңыздар, ауылдық топта отырсаңыздар, жіберсеңіздер, келсе, енді бір сағаттың ішінде келу керек деп ойлаймын. Енді көп екен ғой бұл ауылда халық. 75% ғой. 75% болса сонда келсін, көрсін. Кеше айтылған ғой. Кеше айтылғанда Төл құжат, хат, мынау алмаған нелерді деп естіді. Мынау бүкіл қандасты деп айтылмаған. Мына ақпарат олай деп айтқан да. жоқ, қандастарды дедік. Бұрынғы соңды көшіп келген қандастар деген үндеуінде бар. Мына ақтиярқат, мынау алмаған деп сөйтіп. жоқ, бұрын соңды көшіп келген қандастар. Онда дәл қазір. Тасқын Қыдырбек деген берді ғой, бір қазір көрсетейін. Енді. Ықтиярқат сондай деп. Ана бүкіл қандас деп айтқан жоқ. Мен қандас болмасам да келіп отыр. Олардың туысқандары бар ғой. Олардың да туысқандары бар. Қараңыз, біздің алар мынау мына жерде тек қана Қытайдан келген емес. Бүткіл дүниенің төрт бұрышынан келген қандастарға арналған сапар бұл сапарымыз. Қарақалпақстан болсын, Моңғолия болсын, Түркменстан болсын. Міне 30-ы түстен бұрын сағат